Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен өте дәмді бір жасағаннан шығатын блины дайындайтын боламыз. Ол үшін құрғақ таза ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарамыз. Оның үстіне 4 ас қасық қантымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп болған соң, оның үстіне 200 мг сүтімізді құямыз. Електен өткізілген 150 грамм ұнымызды саламыз. 1 шай қасық разрыхлителімізді саламыз. Және де тағы осылай миксерлейміз. Қайнаған суымызға тұзымызды салып, араластырып, құйып, араластырамыз, миксерлейміз. Ең соңында осылай 4 ас қасық сұйық майымызды құйып, тағы да миксерлейміз. Массамыз осындай болады. Қатты қою да емес, қатты сұйық та емес, орташа сұйықтықта. Табамызды қыздырып, осылай сары май жағып аламыз. Осылай құйып, екі шетін аударып пісіріп аламыз. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Мен балаларыма өте қатты ұнайды. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Қалағаныңызша жей берсеңіздер болады, тосатпен де.